Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отан үшін от кешкендер. Сабақтың мақсаты: мәтін тақырыбы сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау, оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу. Ендеше тақырыбымызға сәйкес айта кететін жайт: өздеріңіз білесіздер, биыл Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 75 жыл. Ал Ұлы Отан соғысы туралы ондағы аталарымыз бен аналарымыздың ерлік істерін жиі айтылып, батырларымыздың ерліктерін мақтан етіп жүрміз. Ендеше оқылым дағдысы бойынша мәтінді мұқият оқып, негізгі ойды анықтаймыз. Қалай ойлайсыңдар? Соғыс дегенде ең алдымен көз алдымызға не елестейді? Батыр апа аталарымыз ұлы жеңіс үшін қалай соғысты? Қалай ойлайсыңдар? Сол кездегі балаларда балалық шақ болды ма? Осы соңғы сұраққа жауап беру үшін 3-ші тоқсанда әдебиет пәнінен өткен Қасым Қайсенов ағамыздың «Жау тылындағы бала» повесінен үзіндіні, оның ішінде Серіктің өмір жолын еске түсіруге болады. Енді сабағымыздың мақсатына сәйкес екінші кезеңге барамыз. Ол оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу екен. Сөйлемде басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейтін, сол себепті сөйлем мүшесі бола алмайтын, тек айтылған ойға қатысы бар сөздер кездеседі. Олар оқшау сөздер. Оқшау сөздер қаратпа сөз, қыстырма сөз және одағай сөз болып бөлінеді. Жолдастар, майданда біздің әскерлер жан аямай соғысуда. Жолдастар қаратпа сөз. Демек, біз жеңеміз. Демек, қыстырма сөз. Алақай, біз жауды жеңдік. Алақай, одағай сөз. Енді оқшау сөздер туралы түсінігімізді нығайту үшін екінші тапсырмаға келеміз. Мәтін мазмұнын талқылау, оқшау сөздерді тауып, түрлерін ажырату. Мәтінді оқу үшін, талқылау үшін уақыт беріледі. Нәтижесінде мәтінді түсініп оқиды, оқшау сөздерді таба алады, оқшау сөздерді түріне қарай ажырата алады деген дескриптор шығады екен. Біздегі келесі тапсырма 3-ші. Оқшау сөздерді қатыстырып, тақырыпқа сай мысалдарды кестеге жазу. Қаратпа сөз, қыстырма сөз, одағай сөз. Дескриптор оқшау сөздерді ажырата алады, оқшау сөздерді қатыстырып, сөйлем құрай біледі. Келесі дағды бізде жазылым. 4-ші тапсырма бойынша меніңше жеңіс деген ойды Фовс формуласы бойынша дәлелдеңіздер. Ендеше іске сәт. Егер тапсырманы орындап болсақ, үй тапсырмасын аламыз. 5-ші тапсырма. Газет, журналдар мен ғаламторды пайдаланып, елім үшін жан аямаған батырларымыз туралы мәлімет жинаймыз. Оқшау сөздерді кірістіріп, бірнеше сөйлем жазасыңдар. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді білдім, білемін, үйрендім, білгім келеді әдісіне салып көріңіздер. Ендеше бүгінгі сабақты тыңдағандарыңызға рахмет.